Сәлем, құрметті болашақ аналар және арнамның көрермендері. Бүгін біз жүктіліктің маңызды кезеңі 18-ші апта туралы сөйлесеміз. Бұл кезеңде сіздің денеңізде және балаңызда қандай өзгерістер болып жатқандығын талқылаймыз. Жүкті аналар үшін пайдалы кеңестер де ұсынатын боламын. Сондықтан соңына дейін көріңіз. Осы аптада сіздің нәрестеңіз үлкен картоптың өлшемінде болып қалады. Шамамен 14 см және салмағы 150-200 грамм. Бұл кезеңде нәрестеңіз бірінші рет қозғалыстар жасай бастайды және сіз сол қозғалыстарды сезінуіңіз мүмкін. Бұл сезім көбіне алғашқы түртулер немесе қимылдар сияқты болып келеді. Нәрестеңіздің миы және жүйке жүйесі дамуда, ал есту қабілеті жақсарып, сіздің дауысыңызды немесе сыртқы дауыстарды сезіне алады. Сондықтан ішіңізді жиі сипап, онымен қарым-қатынаста болуға тырысыңыз. Сіз онымен сөйлескендей болып, оның дауысын естігендей болып, оған жауап қайтаруға тырысыңыз. Бұл болашақта сіздің араларыңыздағы байланысқа жақсы әсерін тигізеді. Бұл аптада көп аналардың іштері өсе бастайды. Енді сіздің жүкті екеніңізді сырттай көруге болады. Сондай-ақ сіз энергияның артуын сезінуіңіз мүмкін. Бұл бірінші 3 айлықтағы шаршаудың азайғанының белгісі. Бірақ кейбір әйелдер бел ауруын сезінуі мүмкін. Бұл жағдайда арқаны қолдайтын жастықтарды қолдану немесе жеңіл жаттығулар жасау пайдалы болып саналады. Кейбір аналардың көңіл күйінде елеулі өзгерістер болмайды. Арқа, жамбас, бөкселердің ауырсынуы бұрынғыдан да әлдеқайда күшті болуы мүмкін. Бұндай жағдайда дәрігерлер бандаж тағуға, бандаж киюге кеңес береді. Ол жай күйді жеңілдетеді және омыртқаға жүктемені азайтады. Баланың қозғалысы барған сайын айқын болады. Жеңіл гимнастика жалғастырыңыз, көбірек серуендеңіз және жақсы күйде болуға тырысыңыз. Кеуделеріңізде де өзгерістер пайда бола бастайды. Сәл ауырсынуы немесе ісінуі әбден мүмкін, себебі дене баланы емізуге дайындалып жатыр. Бұған қоса терідегі, бетіңіздегі әртүрлі қара дақтар сізді уайымдатты ма? Бұған аса қатты уайымдамаңыз, себебі бұл гормондардың өзгеруіне байланысты сіздің бетіңізге шығып жатыр. Ертең Алла қалап сіз босанғаннан кейін осы қара дақтардан құтылып кетесіз, себебі бұл гормондарға байланысты. Жүктіліктің бұл кезеңінде дұрыс тамақтану маңыздырақ. Ағзадағы әртүрлі дәрумендердің жеткілікті мөлшерде болуы үшін сүт өнімдерін, көкөністерді және жаңғақтарды жеу қажет. Сондай-ақ жеткілікті мөлшерде су ішіп, денеңіздегі қан айналымын жақсарта түсіңіз. Жеңіл жаттығулар, мысалы йога немесе жаяу жүру сіздің денеңізді сергек ұстауға көмектеседі. Бірақ әрине кез келген физикалық белсенділік алдында дәрігеріңізбен кеңесу өте маңызды. Бәлкім осы уақытта гормондар әсер етіп, көңіл күйдің ауытқуы орын алуы мүмкін. Егер кейде шаршап, күйзеліске түскеніңізді сезсеңіз, бұл қалыпты жағдай. Жақындарыңыздан қолдау сұрап, өзіңізге уақыт бөлуге ұмтылыңыз. Жүктілік ерекше әрі күрделі кезең, сондықтан өз денсаулығыңызды мұқият қараңыз. Аяулы аналар, 18-ші апта жүктіліктің ерекше кезеңі және сіздің денеңіздегі, балаңыздағы барлық өзгерістерді қадағалап, оларды жақсы қабылдаңыз. Жүкті болу таңғажайып кезең, ал біз оны сіздермен бірге өтеуге қуаныштымыз. Егер сұрақтарыңыз болса, оларды пікірде қалдырыңыз және жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз. Келесі кездескенше, болашақ аналар, жүкті болу сіздің өміріңіздегі ең ғажап сәттердің бірі. Ұмытпаңыз.